Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен біргелікте маклюбе тағамын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Картопты дәл видеодағыдай турап аласыздар. Картоп сияқты сәбізді де ұзынан турап аламыз. Пиязды да дөңгелек етіп турап аласыздар. Келесі кезекте сиыр етін турап аламыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, ең алдымен картоптың екі бетін қызартырып қуырып алатын боламыз. Одан кейін сәбіз және баклажанды да дәл солай қуырып алатын боламыз. Майға күріш, тоз, күркуманы салып, қызартырып қуырып аламыз. Келесі кезекте табаға майды құйып, етті қуыратын боламыз. Қара бұрыш, тұзды салып, аз ғана суды құйып, 20 минуттай бетін жауып, жай отта пісіріп аласыздар. Кәстрүлге ең алдымен пиязды, одан кейін барып қуырылған еттерімізді саламыз. Сәбіз, картоп, баклажанды салып шығасыздар. Ең соңында қуырылған күріштерімізді саламыз. Күріштің бетіне су құямыз. Ең бірінші қатты отта 15 минуттай пісіріп аламыз. Одан кейін барып оттың астын баяулатып, суы тартылғаннан кейін 30 минутқа бетін жауып пісіріп аламыз. Маклюбе тағамы дайын болды. Дәл видеодағыдай қазанды аударып, қасықпен ұрғылап ашатын боламыз. Маклюбе тағамның жанына кез келген салатты қойсаңыздар болады. Мен капустадан дайындалған дәмді жеңіл салатты қостым. Бұл салаттың рецебі YouTube каналымда бар. Жанына айранды қосып, дастарханға ұсынамыз. Келесі видео шығарымдарда кездескенше достар, видео ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.